өйткені біз үшеуміз жолды таңдадық. Мен мысалы, қалай айтсам болады, спорт жағын таңдасам, олар екеуі дұрыс емес жолды таңдағандай болды да маған. Болды дегенде маған солай айтты. Үлкен ағам мысалы жаман жолға кетті. Ортаңғым көп ерін шектеу. Сол өмірге деген үшеумізді күштірлі көзқарасымыз. Үлкен ағаң қандай жолға түсіп кетті? Білуім бойынша шын ба өтірік па білмеймін, сол үшін айта алмаймын ол нәрсені. Бірақ айтуы бойынша есірткі жаққа кетті деп айтқан маған. Бірақ ол шын ба өтірік па білмеймін мен маған солай айтқан. Ортаңғы ағаң? Ол қазір қай жақта, Алматыда ма? Екеуі де Алматыда. Қазір Алматыда, иә? Ортаңғы ағам жақсы. Просто еріншек деп айтайын ба, оны қалай айтам, көп ерінеді. Ол қайда тұрады ол ағаң? Ол ағам, білмеймін қайда тұрады. Оқуға түсті ма? Оқу бітірген жоқ па, тоже білмеймін, ағаларым жайлы ештеңе білмеймін. Сол үшеуміз үш түрлі бақытта екенімді білем. Адам балалар үйінде болсаң да тығырықтан шығатын жол бар, иә? Сен соны айтқың келеді, иә? Барлығы өзіңнің ойлауыңа байланысты, иә? Әрине. Өзі қалай ойлайды, солай болады ғой. Сен есірткі дегеннің жаман жол екенін, ішкілік дегеннің жаман жол екенін, бұның барлығын саған айтып түсіндірді ма, жоқ әлде өзің кішкентайыңнан осындай түсінік қалыптасты ма? Балалар үйінде сол айтатын, бәрін түсіндіретін, осылай болмайды деп. Содан қалған.